алейкум қазақ елі. Мына бүгін Донское кладбище деген бар, Москва қаласында орналасқан. Осы жерде кезінде репрессияға ұшырап кеткен Алихан Бөкейханов атамыздың жерленген жері. Сол жерге келіп бүгін тағзым жасаймыз. Ол кісі қазақ халқының біртуар ұлы, біздің атамыз, бабамыз. Мен осы жерде кезінде репрессияға ұшырағандардың бәрін осы жерге алып келіп жерлеген. Осы кісілердің бәрі репрессияға ұшыраған. Осы жерде қазір Алихан Бөкейханов атамыздың жатқан жеріне барамыз. 37 жылы 27 қыркүйек күні атылып кеткен ол атамыз. Міне Донское кладбище. Егер келіп жатсаңыздар, Москваға кіріп кетулеріңізге болады. Станция метро Шаболовская деп аталады. Сол жерде мынандай үлкен зират бар. Осы кісілердің бәрі кезінде репрессияға ұшырап кеткендер. Мынандай үлкен осындай зират. Мына осындай үлкен зират осы жердің ішінде. Міне осы жерде міне біздің Алихан Бөкейханов атамыздың жатқан жері. Міне қазір біз осы жерден тауып аламыз ол кісінің. Міне Бөкейхан Алихан Нұрмұхамед ұлы. Және осы жерде тағы Нұрмақов Нығмет атамыз осы жерде жерленген. Осының бұл жер жалпы могила номер 1 деп аталады. Бұл жерде Совет үкіметінің қарсы шыққан нағыз атақты, ең атақты жаңағы кісілерді жерлеген дейді осы жерге. Міне осы жерге келіп тағзым етіп, міне Қазақстанның несі қайда? қазір міне осындай Енукидзе жерленген. Мына жерде мынандай от посольства Республики Казахстан деген несі бар. Қазір соны дұрыстап қоямыз.